Достар, сәлем, бұл Лаура Ньюс арнасы. Қазір менің қасымда белгілі сарапшы, заңгер Думан Дүйсенбаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Иә, қош келдің, Лаура. Иә, енді менің қазір келіп отырған сұрағым өте қызық болады. Бүгін әлеуметтік желілерде мәжіліс депутаты Абзал Құспан мырзаның тоқалдық, яғни тоқал алуды заңдастырайық деген, екінші әйел алуды заңдастырайық деген сұрағы мені толғандырды. Енді ол бүкіл қазақ қыздарын ойландырады, әйелдерді ойландырады деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Енді бұл заңды ма дегенде, әрине бұл көтеретін қазіргі таңда бұл мәселені көтеретін жайттардың бірі. Ол көтеру керек ол мәселені. Неге десек, еркек пен әйелдің тепе-тең деген конституцияда бізде құқықтары қорғалған. Яғни теңдік деген бар. Зайлы демократиялық қоғам болғандықтан ол мәселе бізде былайша айтқанда еркек пен әйелдің құқықтары тең. Алайда бізде енді қазір правовой статус дейміз, енді әрбір правовой статус болғандықтан және де құқықтық нормаларды көтерсек, әйелдің де еркектің де сондай бір мәселе болған жағдайда, мүліктік емес мәселе болған жағдайда ол заңдар, бізде заңдардың кейбірде сол істемегендіктері бар. Ол қалай? Мысалға, заңды түрде мен жалпы негізінде жаңағы депутат Абзал Құспанның айтқан сұхбатына, енді мен жалпылай оны тыңдаған жоқпын, бірақ та ол кісінің айтып тұрғаны, меңзеп тұрғаны заңды тұрғыда деп. Ол айтып тұрған жоқ, ол еркек мысалға әйелден басым болу керек, немесе оған қандай да бір статус беру керек еркекке деп. Ол кісі айтып тұрғаны, бізде дейді қоғамда, қазіргі кезде қоғамда екінші әйел және тоқал, 2-3 әйел алу деген бізде еркектердің арасында, әсіресе діни ұстанымда ұстайтын азаматтарымыз алып жатқан сондай жайттар бар. Бірақ та алайда оның құқықтық тұрғыда ол әйелдің заңды түрде ешқандай құқық қорғалмаған. Оны біз ескеруіміз керек. Өйткені бірінші әйел бар, ол бірінші некеде, яғни ресми түрде ол некеде. Оның егерде қандай да бір ажырасып жатқан жайда, немесе қайтыс болған жағдайда, ол заңды түрде оның мүлкіне, еркектің де, әйелдің де мүлкіне, бір-бірінің мүлкіне олардың талап ете алады. Өйткені заңды түрде, ресми түрде оның некелер бар ғой. Бізде, білесіздер, бізде неке кодексі, ерлі-зайыптардың кодексі бар. Сол кодексқа сәйкес 50-50, яғни әрбіреудің мүлкі 50-50 бөлінеді заңды түрде. Және де бала-шағаларына да, артта қалған бала-шағаларына да ол сол кодекске сәйкес мүліктердің яғни бөлінеді. Ал егерде әйел үшінші әйел алып атқан жағдайда, енді үшінші деп айтпай-ақ қой жарайды, енді қатты кеттің, бірақ екінші әйел аларда тоқал деймек, бізде қазақтарда енді үрдіс бойынша тоқал дейді ғой. Оның құқы қалай реттеледі? Заңды түрде. Ол құқы реттелмейді ғой, былайша айтқанда. Иә, Думан аға, мен қалың көрерменнің де сұрағы бар. Қазір біздің қоғамда, мысалы, Тұрсынбек Қабатов пен оның бұрынғы әйелі Мөлдір Мұқанованың жағдайы талқыға түсіп жатыр. Ол жерде де сондай оқиға, мысалы, Мөлдір ханымның айтуынша 14 жыл 2 семьяға тұрып келген. Біздің Абзал Құспан мырзаның айтып келіп тұрғаны сол. Ол кісі былай дейді, бұрын дейді, мысалы, бір үйде аға мен іні болса, әмеңгерлік жолмен алған дейді, жалғыз қалған жесірлерді. Ер азаматтар әйелдерге қамқор болу мақсатында алған дейді. Ал қазір үлкен ер азаматтар, 4-5 баласы бар ер азаматтар, 40-тан жоғары болды, олар құтырып жас қыздарды алып жатыр деген мақсатты айтыпты. Сонда енді қараңыздар, 2 әйелің болса заңды тұрғыда, біреуі бәйбіше деген статуста, екінші тоқал деген статуста болғаны қалай сонда? Енді ол жағын енді көріп жатармыз, енді білмеймін, ол жағын мен айта алмаймын енді. Ондай тоқал деп қандай заңды тұрғыда, некелік тұрғыда, неке тұрғыда, яғни ол тоқал бола ма, немесе атауы ресми түрде екінші әйел бола ма?
Бірақ та бұл жерде ол мәселе қаралып тұрған жоқ қой, тоқал деген сияқты. Бұл жерде бұл депутаттың айтуы бойынша, енді бұлар заң шығарушы орган ғой, заңды баптарды шығарушы, қолдаушы органдар. Яғни сол неке арқылы заңды түрде өзінің құқықтарын реттеу. Яғни сол тоқалды, жаңа тоқал дей берейікші енді, жарайды, екінші әйел демекші, олардың заң алдында сол еркектің мүлкіне талап ету, және де одан болған баланың енді фамилиясы ол бір бөлек, енді одан ресми түрде енді фамилия болады, және де ресми түрде сотқа беріп оның мүлкіне талап ету қарастырылып жатыр. Сол заңмен түрде соны реттемекші. Яғни біздің жаңағы Абзал Құспан дедіңіз ба, сол депутаттың айтуы бойынша жаңағы екінші әйелдің заңды түрде еркектен талап ететін сондай бір нормаларды енгізу болып табылады. Қателеспесем, осы Абзал Құспан мырзаның өзі заңгер. Бұл кісінің айтып тұрғаны, демек бұл жердегі заң тоқалдардың құқығын қорғайтын болды. Енді по большей части болғанда, енді әрбір азаматтың құқықтығы енді мемлекеттің алдында және конституциямен өзін қорғалу керек құқығы бар ғой. Ол заңды түрде қорғалу керек қой. Сондықтан да бізде қазір сол правовой статусты, жаңа правовой статус сол реттелмеген ғой. До конца дейді ғой, енді толықтай ол реттелмеген болғандықтан, соны сол кісі, яғни депутат мырза, соны меңзеп тұр. Соны енгізіп заңды түрде талап ретінде сол мүліктеріне, және де қандай да бір енді балаларына да, арттан қалған балаларына сол мүлкіне, яғни енді претензия айтады ғой, енді соған талас алу. Талас алу, ол кәдімгі норма түрде, заң жүзінде ол жүзеге аса береді. Көрдіңіз ба? Қазіргі кезде бізде қалай? Мысалы, тоқал алды, екінші әйел алды. Ол екінші әйелдің құқы былайша айтқан жоқ, ол келді мысалға, бір екі ай немесе ары кетсе бір жыл тұрды, онда ары қарай енді өздеріңіз білесіз. Ары қарай ол еркек мысалы кетіп қалуы да мүмкін. Ешқандай кепіл жоқ. Кепіл болмағаннан кейін ол ары қарай не істейді ол әйел? Ол баласымен ертең зарлап не қалады, ол ешқандай алиментті өндіре алмайды. Өндірсе де өзінің жаңағы балаға деген, енді былайша бізде қазір алименттің енді жалақыға бізде орташа жалақы деп қой, минималды жалақы өте енді 85 мың ба сондай көлемде болғандықтан, одан долясы, енді үлесі өте аз болғандықтан, оның қазіргі күнкөрістің жағдайы енді былайша айтқанда кішкене қиындау ғой. Енді ары қарай асырау деген сияқты, ол еркек ол ертең оны құқықты түрде болмағандықтан, заң жүрмегендіктен, ол еркек ертең өзінің ойын жүзеге асырып жүре береді. Сондықтан да жауапкершілік деген болу керек заң жүзінде. Енді қалай ойлайсың, мысалы бұл жерде сізде бір ер азаматсыз, сіз заңгерсіз, мен халықпен де мынандай ойды бөліскім келіп тұр. Неге қыздар, келіншектер ол еркектің әйелі бар екенін біле тұра сондай қатынасқа түседі? Бұл жерде мүмкін болса сол екінші әйел боламын деушілерді заңға тарту керек шығар, алдын ала. Жоқ, енді біледі ғой ол әйел. Енді білсе де, енді бізде заң деген оны реттелмеген, заңда ол. Реттеуге бола ма соны? Енді бізде құқықтық зайырлы мемлекет, демократия мемлекет болғандықтан, біз оны реттеу қазіргі кезде оны қиынға соғып тұр. Мүмкін емес, өйткені ол бізде кәдімгідей енді конституцияда бар. Енді бағанада алдында айтып едік қой, зайырлы демократия қоғам болғандықтан, біз оны қазір реттеу қазіргі кезде ол мүмкін емес. Яғни әйел адам білсе де білмесін де, ол өзінің былайша айтқанда шешімі. Еркектің де дәл солай өзінің шешімі. Ешкім оған сырттан келіп, сен мынаны істе, мынаны істеме деген сияқты, ол былайша айтқанда оған бағыну, оның енді мнениясын тыңдау өзінің еркі. Өз еркі ғой. Енді сіздің еркіңізді, бас бостандығыңызды ешкім айыра алмайды. Сонда жалпы мысалы осы заңды реттейді деп отырсыз, мен сізбен келісемін толықтай. Ол жерде өйткені мысалы тоқал дейміз ба,
кешіріңіздер айтқаным үшін ойнас дейміз ба, любовница дейміз ба, мен қазір бұл нақты ұғымды түсіне алмадым өзім. Мен үшін әйел бар еркек ол уже занятой адам, иә, басы бос емес деген өзі ресми уже статусы бар болып тұр ғой. Шатаспасам Франция мемлекетінде мысалға измена дейді ғой. Иә. Сонда официалды ресми түрде заңмен бекітілген екен. Не болады сонда? Егер де әйелі немесе ер адам осы некеде бола тұра сырттан қандай да бір жүріс байқалып сырттан сол анықталса, заңды түрде сол жандармерия дейді ғой мысалға, соларға жандармеге арыз түсіру арқылы енді әрине ол жерде только доказательная база дейді ғой, куәсі болып қолында доказательная базасы болса, ол мәселені ары қарай заң жүзінде жүзеге асырып шара қолданылады. Ол Францияда, шатаспасам Францияда ғана мемлекетінде. Ол айыппұл, өте үлкен айыппұл, немесе және де шатаспасам бірнеше жыл, көп емес бірнеше жыл бас бостандығынан ба, немесе условный түрде айыру мүмкін. Ол Франция мемлекетінде бар. Франция мемлекетінде. Ал енді сіз бізде страны Востока, яғни ол бізде тек қана шариғат яғни заңы қолданғандықтан, ол жерде енді біз енді ол жерде ислам діні кенет енді өркениет жайылғандықтан, ол жерде енді шариғат болғандықтан шариғаттың заңы жүреді. Енді ресми түрде заң қатал ол жақтарда Азия мысалға араб елдерінде, араб әмірліктерінде шариғаттың заңын ұстанатын ресми түрде ұстанатын мемлекеттерде әрине ол жағынан өте қатал қарайды, және де олардың еркектердің құқықтары әйелдерге қарағанда басым түседі. Сонда мен түсінгенім, қазір біздің елде тоқал алам деушілер, екінші, бірінші, үшінші әйелді алам деушілер көбінесе діни пікірді, діни ұстанымда жүрген адамдар. Бірақ Абзал Құспан мырзаның пікірінше қазір жігіттер құтырып жас қыздарды алып жатыр екен да. Бірақ біз қазір сол жас қыздарды алуды немесе екінші тоқал алуды заңдастыратын болсақ, әйел қауымы қазір мысалы қазақтың әйелдері мықты болып барады ғой күніне. Мысалы салтанатты қайтыс болғаннан кейін көбінесе әйелдер күшейді дейді. Разылық бойынша біз өте үлкен показатель көрсеткіш көрсеттік, Америка елдерін озып кетіппіз деген сондай бір ақпарат бар. Ал бұл заңды күшейтетін болсақ, яғни күшіне енгізсек, тоқал алуды, жас қыздарды алуды, мысалы дейікші, қазір менің мысалы күйеуім бар болса, 40 жастағы примерно, шамамен. Ол біраздан келеді да маған, мен тоқал алам дейді. Мен жарайды ала ғой десем, барады жас қыз алады. Шынымен мен келіспеймін, мен келісетін қыздардың қатарынан емеспін, бірақ егер ала ғой десем, ол ал келеді. Сонда екеуміздің статусымыз заң жүзінде бірдей, бірақ осындай жоқ деп айтатын өте тәкаппар әйелдер бас көтеріп үлкен митингтар, шу болып кетпей ме елімізде? Енді ол мен енді Лаура енді айта алмайды екенмін. Біріншіден енді жаңа алдында басында айтып өттім ғой, енді ер мен әйелдің енді қоғамның алдында, заңның алдында, мемлекеттік заңның алдында құқықтары бірдей болғандықтан өздері енді шешіп, бұл жерде өздері енді жекеше түрде шешім қабылдайды. Егер де енді әрине енді ұнамаса, енді еркектің шешімі ұнамаса, енді бізде қазір ажырасу деген енді көрсеткіш бойынша енді өте жоғары болғандықтан енді барып ажыраса салады. Немесе әйелде сондай құқықта енді құқы бар, ажырасу деген құқы бар. Еркектің де ажырасу деген құқы бар. Ұнамаса енді бір-біріне енді бәрі жеке қашып кетеді. Не істейміз енді басқа енді қалай деп айтамыз енді. Бұл жерде енді компромисс ретінде енді егерде енді алдын ала ондайда некеде немесе алдын ала оны айтып, мысалы мен мысалы ертең болашақта осындай енді мен енді жеке пікірімді міне мен болашақта екінші әйел алам, сен маған осыған қарсы боласың ба болмайсың ба деген сияқты әңгімені уже өрбіту керек та басында. Ең басында келісіп алу керек. Басында келісіп алу керек. Енді әрине қазір біз уже бірнеше жыл, 10 жыл өтіп кетті ме, әлде 15 жыл өтіп кетті ме, одан кейін енді бір-біріне үйреніп қалған әйел адам енді әрине ол еркек адам енді ол физиологиялық тұрғыда енді ол бір
не болмайды ғой енді, қалай деп айтамыз енді, тұрақсыз болады ғой, тұрақсыз болады. Әйел адам есі үйреніп қалса, ол енді енді еркекке үйреніп қалғаннан кейін ол еркекті жіберу ол кіші екіталай болады да. Одан кейін осындай жаңағы сіз айттыңыз ғой, Тұрсынбек пен жаңа Мөлдір дедіңіз, солардың отношениясы сияқты ертең сондай ырду-дырду болып жатады. Ондай да бар енді, ондай отбасылар да бар. Қандай жұлдызды отбасы болсын болмасын, ол бәріміздің басымыздан, бәріміздің еркек пен әйелдердің бастарынан өтіп жатқан қалыпты жағдай. Енді әрине ол ең бірінші материалдық тұрғыда еркек есе жетілдірілсе, материалдық тұрғыда өзін енді мен осындай міне екінші әйел ала алам, оған мен шамам жетеді деген еркектер мысалға көбінесе сондай қадамға барып жатады. Енді мен сізге соңғы сұрағымды қояйын, сосын осы бөлімді осы шығарылымды аяқтаймын. Думан мырза, айтыңызшы, мысалы мен елімізде енді біз менталитетті көріп отырмыз, еркектер көбінесе екінші әйел аламын деп, ал мен ондайға көнбеймін. Білім алғанмын, оқығанмын, жұмыс істегенмін, мысалы өз-өзіме жағдай жасалған. Сондықтан мен ертең болашақта вдруг қазаққа немесе шетелдікке, не важно кто, күйеуге тиіп жатсам, брачный договор деген болады ғой? Болады. Сол жерде бәрін заранее. Егер де ресми заңды түрде некеде болсаңыз, онда сіздер әрине брачный договор нотариус арқылы сіздер яғни шарт қойылып, шартпен солай бекітуге болады. Ол тек қана ресми заң, ресми түрде. Жаңағы біздің тоқал екінші әйел деген ол ондай брачный договорға даже ондай неге претендовать ете алмайды, өйткені ол жерде заңмен реттелмегендіктен. Бізде бірінші әйелмен әрине ол бірінші әйелі болғандықтан, ол заңда некеде болғандықтан брачный договор болады. Мысалы қазір көп осы камераның артында қарап отыратын әйелдердің арасында да күйеуі жүріс жүрген, тоқал алып алған, жасырын алып алған жағдайлар көп шығар. Мен сол үшін де сізге осы сұрақты қойып отырмын. Өзім үшін ғана қойып отырған жоқпын, мен келесі ұрпақтың, қыздардың көзін ашайын деген мақсатта қойып отырмын. Мысалы, мен ол брачный договорда некелік келісім дейміз ғой. Жаза аламын ба, сен маған мысалы измена жасасаң, мынандай да мынандай. Сен екінші әйел ала алмайсың. Жоқ. Екеуміз ажырасқан кезде мынандай нәрсені мен аламын, сен аласың деген сияқты. Жоқ, тек қана мүліктік қатынас ретінде ғана брачный договор болады. Ары қарай ол мүліктік қатынас ретінде және де алимент дейді ғой, сол бойынша төлем ақыларға ғана тек қана ол брачный договор жүреді. Ары қарай оның құқығын сіз нотариалды түрде немесе қандай да бір договормен, қандай да бір шарттармен оны сіздің құқығын ете алмайсыз. Ол заң жүзінде ол дұрыс болмайды. Жалпы сонда сіз қазір заңға қайшы болады енді былайша айтқанда. Жалпы мына Абзал Құспан мырзаның ойын сонда қолдайсыз ба, әлде қарсысыз ба? Жоқ, мен негізінде енді ол кісінің мен сұхбатын тыңдап көремін, бірақ жалпы егер де сондай сұхбат болған болса, ол кісінің онда мен толық қолдаймын, өйткені ол мәселе оны жеке мен өміріме қатысты емес енді былайша айтқанда. Бірақ та оны мен неге қолдаймын, өйткені әрбір адамның независимо еркек болсын, независимо әйел болсын, оның құқықтары қорғалу керек. Кәдімгі на уровне республики. На уровне, кәдімгі зайырлы мемлекет болғандықтан, қоғам бізде құқылы қоғамдық, қоғам бізде зайырлы қоғам болғандықтан, ол міндетті түрде заңмен қорғалу ол обязательно болып табылады да. Егер ол қорғалмаса, біз қандай мемлекет боламыз? Біз қандай да бір мәселелер, сол төңіректе қандай да бір мәселелер шығып жатса, сол мәселелер бойынша егер де заң жүзінде егер де ол мәселені шешпесе, біз оны қарастыруымыз керек, ол механизмдарды қарастыруымыз керек қой. Если оны қарастырмасақ, ертең ол жерде біз не болады? Ол жерде ешқандай не болмайды. Ешқандай положительный дейді ана жаңағы оң әсер болмайды. Ол жерде ылғи да содан кейін сондай проблемалар мен мәселелер ылғи да шығып тұрады. Қымбатты көрермен, жалпы мен көп жерде заңгер мырзаның ойымен толықтай келісемін, бірақ десе де менің пікірім, мысалы осы еркектердің жүріс жүріп, екінші әйел алып, отбасының бұзылуына әкелетін жағдайларды тудырып жатқан өте өкінішті бүгінгі таңда. Мен ойлаймын, бұл үрдіс беспорядок қой, былай қарасаңыз, бұл деген
вседозволенность да, былай еркектердің тарапынан алып қарасаң, как будто бы әйелдің құқығы қатты тапталып жатқан сияқты, әділетсіз жағдай. Сондықтан менің енді ойымша бір әйел қыз ретінде айтайыншы, бұл жағдай менің ойымша әйел адамдар өз өздерін қорғай біліп, намыстарын жоғары қойып, ажырасып кетсе ғана жібере салса ғана түзелетін сияқты, көшіп бара түзелетін сияқты. Қалаған адамына бара берсін енді деп ұстайды. қараңыз, бізде кезінде енді қазақ хандығы кезінде осы біздің жоқ, оны мен айтқым келген, ол кезде сіз өзіңіз айттыңыз ғой, бағана әмеңгерлік дедіңіз. Ол бұрыннан бері келе жатқан салт дәстүр ғой, бірақ ол кезде қалай құқық реттеледі? Ол кезде де болды ғой заң. Ол кезде де мысалы ажырасу болды. Бірақ та алайда оларда ажырасу қалай болды? Олар былайша айтқанда қоғамға оны білдірткен жоқ. Өйткені қоғамға әйел адамның ажырасу дегенді ол мәселені біз сияқты қазір жеңіл түрде қараған жоқ. Сізбен біз мысалға біз ажырасу дегенді біз жеңіл түрде қарағандықтан кейін ол ажырасу көбейіп кетті. Және де біз алдыңғы көрсеткішке показатель ретінде біз қазір көрсетіп жатырмыз, иә, ажырасу мәселесі бойынша. Ал ол мәселені біз қашан өте жоғары түрде қарасақ, ответственный жауапкершілік ретінде қарасақ, ажырасу келешекте азаю мүмкін. Өйткені ол құқықтық ретінде және де заңды түрде бүкіл механизмдарды қамтыса, сол бойынша мысалы әйелдің де және де еркектің де заңды түрде бүкіл механизм бәрі қорғалып жатса, ол ажырасу деген былайша айтқанда жауапкершілік те өте үлкен болады. Сондықтан да мен азаю мүмкін. Мен нақты көзім жетпейді, Думан мырза, бірақ мысалы мен оқыған Стамбулда, Түркияда ажырасу өте қиын екен, өйткені ажырасқан кезде үлкен ер азамат жағынан үлкен айыппұлдар салына ма, сондай бірдеңесі бар. Нақты көзім жеткен жоқ, білмеймін, бірақ сол естуім бойынша солай. Көбінесе ажыраспайды. Ол жақта сол себепті аз. Бізде де ажырасу үшін не салайық деген ұсыныс айтылған. Айыппұл төлейді. Енді мен ең сонда мен жаңа налоговый салық кодексінде ажырасуға шатаспасам мен 26-шы жылы бар ма жоқ па, қазір жаңа қабылданатын салық кодексінде ажырасу салықтық бажын 10 есе көтереміз деген сондайды қауесет бар естігенмін. 25-ші жылы мына басында осы мәселе бойынша жаңағы салықтық айыппұл емес, ол салықтық баж ретінде. Мысалы қазіргі кезде бізде 1001 теңге ме төлейтін. Оны қазір біз 10 МРП қалдырып 10 айлық есептік көрсеткішке де көтереміз деп отыр. Бірақ енді әрине ол ажырасуға ешқандай бір септігін енді азаюда ол септігін тигізбейді енді. Бірақ та енді оны қазіргі кезде ол мәселе оны қаралып жатқан жоқ бізде. Ол бойынша айыппұл саламыз ба, немесе салықтық баж ретінде оны ұлғайту бойынша қазіргі кезде бізде қаралып жатқан жоқ мемлекетте ресми түрде. Тамаша, ендеше біз дәл бүгін Думан мырза отырған Лаура Ньюс каналында ажырасыңыз немесе ажыраспаңыз деп ажырасуды ешқашан да насихаттамаймыз. Тоқал болма деп те насихаттамаймыз. Тек қана бұл қоғамда болып жатқан көріністердің бір айнасы ретінде болған әңгіме. Талқыға салып жатырмыз. Талқыға салып, жалпы заңды тұрғыдан қалай болады екен деп әңгімелесіп жатқан түріміз. Сондықтан да егер де қандай да бір сұрақтар мазалайтын болса, осы Лаура Ньюс каналына пікір қалдырыңыздар, Думан мырзаға жазыңыздар. Келесі қызық сұрақтар болса, біз бірге талқылайтын боламыз. Думан мырза, келгеніңізге рахмет. Сізге де рахмет. Осындай қоғамда енді болып жатқан мәселелерді талқыға салып, осыларды көтеріп, көзқарастарын енді әрбір азаматтардың, еркек пен әйелдердің көзқарастары өзгеруіне енді себептес деп ойлаймыз. Ал мен болсам айтар едім, қазақ қыздары, қазақтың ер азаматтары өз өздеріңізге лайық, қазақ деген атты дұрыстап жоғарыда ұстаңыздар туымыз сияқты деп айтар едім. Достар, ендеше каналға жазыламыз, тіркелеміз, пікір жазамыз. Ең күшті пікірге кейін біз сыйлық та дайындаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.